Қазақ санасында отан ұғымы өте құнды. Таза діннің тағылымын ұстанған бабаларымыз да отанды сүю иманнан деген ақылды бекер айтпаған. Осынау таза дінді ішінен шертіп жүрген құмалақтай қаптаған жат діндер отан ұғымының қадірін қашыруда. Әлем мәдениетінде өзінің ойып алар орнын қалыптастырып келе жатқан қазақ қоғамының іргесі берік, шаңырағы биік болуын қаласақ, ел ішіндегі теріс діни идеология таратушыларды еркін қайрандатпауымыз керек. Сол 2020-ға бастап, 2020 жылда сол салафизм несіне өтіп кеттік. Осы лагерге теологтар келеді, әр апта сайын теологтар келеді. Сол теологтармен сөйлесеміз, солар нені қате, нені дұрыс екенін айтады. Солардың не айтқанына қарап, нені қатеміз түсіндік. Біз кеш болды, бірақ соңында қатеміз түсіндік. Ата-анам, ағам, отбасым қиынап қойдым. Интернеттен әрқыл уағыздарын тыңдауға болмайды. Ол мысалы запрет болған уағыздар, мысалы үшін сол терроризмді насихаттайтын уағызшылар бар, соған тыңдамай өзіміздің Қазақстанда сол заң бойынша сөйлейтін имамдарын тыңдап, одан кейін ата-ананы қызметін қылып жүріңіздер деп айтамын. Мешіттегі имамдарға барып солардан сұрап, бірдеңе білмеген болса, интернетте бірдеңе көріп қалса, солардан барып сұрап, біліп, қате жолға түсіп кетпеңіздер.